Сәлематсыздар ма балалар? Қазір жаратылыстану сабағы бойынша жарық бөлімінің жарық не үшін қажет тақырыбымен танысамыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты жасанды жарықтың қажеттілігін және оның көздерін анықтау. Қоршаған әлем құбылыстарына бақылау жасау. Ендеше балалар, бүгінгі сабаққа барлығымыз белсенді қатысып отырайық. Ол үшін сабаққа дұрыс, әсерлі көңіл күй орнату үшін менің артымнан қайталаңыз. Мен сабақтамын. Қазір сабақ оқимын. Мен оған қуанамын. Назарым өсіп келеді. Мен барлаушы сияқты барлығын байқаймын. Барлығын есте сақтаймын. Барлығын анық түсінемін. Мен жұмысқа дайынмын. Балалар, алдыңғы сабақта біз жасанды және табиғи жарық көздерімен танысқан болатынбыз. Есімізге түсіру үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Жарық көздерінің қандай түрлері бар? Табиғи жарық көздеріне нелер жатады? Жасанды жарық көздеріне нелер жатады? Осы жарықтардың бізге қандай қажеттілігі бар? Жарайсыңдар балалар, сұраққа дұрыс жауап бердіңіздер. Енді экранға назар аударайық. Біздің бүгінгі тақырыбымыз жарыққа кіріспе. Жарық бізге айналадағының бәрін көруге мүмкіндік беретін энергияның түрі. Жердегі негізгі жарық көзі күн. Өсімдіктер өз асын күн сәулесінің көмегімен дайындайды. Кейбір басқа нәрселерде жарық шығарады. Олар жарық көздері деп аталады. Мысалы, шам, шырағдан, майшам және тағы басқалары жарық көздері болып табылады. Өздігіне жарқырамайтын нәрселер де бар. Оларды жарық шығармайтын заттар дейді. Мысалы, үстел, мата, сөмке, ыдыс-аяқ және тағы басқалары жарық шығармайды. Жарық шығармайтын заттардың әдетте екі түрі бар. Мөлдір және мөлдір емес. Мөлдір заттар өзіне түскен жарықты өткізеді. Мысалы, шыны, су, тағы басқалары. Ал мөлдір емес заттар жарықты өткізбейді. Мысалы, ағаш, тас, тағы басқалары. Жарық не үшін қажет? Жарықтандыру үшін, қолайлы өмір сүру үшін, қауіпсіздікті сақтау үшін, безендіру үшін, көңіл күйді көтеру үшін, белгі беру үшін, сабақ оқу үшін, жолымызды көру үшін. Қазір барлығымыз оқулықтың 76-77 бетін ашайық. Суреттен не көріп отырсыңдар? Бұл жарық көздері. Жарық қай кезде қажет?
Я, қараңғы болғанда. Жарық көзі жарықтандыру. Ол қолайлы өмір сүру үшін және жол бойындағы қауіпсіздікті сақтау үшін қажет. Балалар, жарық сөзін 3 түрде айтып есімізге түсірейікші. Жарық, свет, light. Жарықтандыру, освещение, to light. Балалар, жарықтандыратын жарық көздерімен таныс болайық. Прожектор қосымша жарық беруге арналған жарық көзі. Софит сахнаны жарықтандыруға арналған жарық көзі. Торшер жарық көздерінің бірі. Бра бөлменің бір қырын жарықтандыруға арналған шам. Келесі, дәптердің 53-ші бетін ашып, тапсырманы орындаңыз. Суреттің жанындағы шеңберді, мектепке қатысты суретті сары түспен, үйге қатысты суретті қызыл түспен, мектепке және үйге қатысты суретті жасыл түспен боя. Дескриптор мектепке қатысты суретті анықтайды, үйге қатысты суретті анықтайды, мектепке де, үйге де қатысты суретті анықтайды. Ендеше жасаған жұмыстарымызды тексеріп алайық. Тамаша. Мына тапсырмаға назар аударайық. Сахнаны безендіру үшін қандай жарық көздерін пайдаланамыз? Жарайсыңдар. Келесі тапсырма. Шыршаны безендіру үшін қандай жарық көздерін пайдаланамыз? Тамаша. Үйге жұмыс дәптерінің 54-ші бетіндегі қызғалдақ мерекесіне қажет емес жарық көзін анықта тапсырмасын орындап, нәтижесін фотоға түсіріп WhatsApp арқылы немесе электронды күнделікке жүктеңіз. Балалар, бүгінгі сабақта қалай жұмыстандыңыздар деп ойлайсыз? Смайлик арқылы өз-өздеріңізді бағалап, маған жіберіңіз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.